Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде ең оңай дайындалатын муравейник. Алдымен маргаринді ерітіп аламыз. Ерген соң үстіне шекерімізді саламыз. Шекер ергенше араластырып, үстіне 2 жұмыртқа қосып араластырамыз. Енді ұнды қосып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, мені қолдаңыздар. Қамыр дайын болған кезде оны 4 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Үш 4 сағат өткен соң қамырды алып, үккішке өткізіп, пісіріп аламыз. 180 градуста 10-15 минутта піседі. Барлық қамырды пісіріп аламыз, сосын осылай барлығын майдалап ұнтақтаймыз. Енді үстіне вареный сгущенка қосып, барлығын араластырамыз. Енді муравейникті формаға келтіретін боламыз. Менде осындай пластмасс қасыққа істеймін. Сіздерде өздеріңізде қандай форма болса, сонымен жасасаңыздар болады. Қасықты бір рет суға батырып аламын. Сонда муравейник қасыққа жабыспай оңай түсетін болады. Мен әсемдік үшін бетіне кокос стружкаларын септім. Міне біздің тәтті муравейниктер дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.